Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәмі ерекше болып шығатын котлеттер дайындайтын боламыз. 4 картошка, 2 жұмыртқаңыз болса болғаны, түскі асыңызды уайымдамасаңыз да болады. Ол үшін менің каналыма тіркеліп алыңыз, және алдағы уақытта мен сіздермен көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Бізге 4 картошка, 2 жұмыртқа, ұн, қара бұрыш, тұз керек болады. Картошкамызды осылай теркадан ұзынша етіп өткізіп аламыз. Міне осындай ұзынша болу керек. Барлық картошкамызды осылай теркадан жақсылап өткізіп аламыз. Міне өткізіп алдық. Енді дәміне қарай тұз, бұрыш салатын боламыз. Қолымызбен жақсылап бір-екі рет араластырып жібереміз. Және артынша 2 жұмыртқамызды шағып салатын боламыз. Үш ас қасық ұнымызды саламыз. Одан көп салуға болмайды, 3 ас қасық бізге жетеді. Жақсылап араластырып аламыз. Міне біз жақсылап араластырып алдық. Енді котлеттерімізді қысып тұрған тапамызға майымызды құйып, оладьи сияқты пісіріп алатын боламыз. Осылай котлеттерімізді салып, үстінен жайып жіберіп, қуырып аламыз екі бетін. Котлеттеріміз дайын болып қалды. Екінші бетіне ауыстырып аламыз. Осындай қып-қызыл болып, міне қараңыздар, қып-қызыл болып, әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер, жасалуы өте оңай. Және менің каналыма тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта сіздермен пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын.